Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздер жас Рино KZ арнасы, мен Енома қош келіпсіңдер. Достар, кешегі видеода мен сала алмай кеттім, яғни видео. Кешіріңіздер, енді оған бір проблемалар бар, сондықтан енді бүгін түсіріп жатырмын таңмен. Сондықтан видео бастамай тұрып арнаға жазылып тіркеліп лайк басып кетіңіздер, барынша қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Ал енді бүгін біз видеоның атауынан көріп тұрғандарыңызды пак ашатынбыз. Көбінесе біздің видео пакқа арналады, сондықтан көп пак арнап сіздерге ойнап жүрмін. Сондықтан еңбегімді құр қалдырмай, қолдап барынша пікір жазып қолдауларыңыз, әр қолдау маған бір мотивация дегендей ғой, короче. Ал енді видеоға кетейік. Осындай бір пак беріп тұр екен, ешкім төмен пак екен. Және достар, бүгін бізде Ла Лига шықты, қараңыздар, өзгеріп кеткен. Енді Ла Лига деген события шықты. Ішінде ойнайсың, осындай Ла Лига. Мынандай бар, міне, осындай пактармен. Кірген кезде міне Реал Мадрид, Осасуна, біреуін таңдайсың ба, бірдеме. Әйтеуір сондай. Осындай орда ойнайды екенсің, әдемі екен. Ла Лига маған ұнады, осыны көптен күтіп жүріп едім. Әдемі шыққан, сосын ойнап көретін боламын. Сіздер осыған баға беріп кетіңіздер. Мен 10-нан мен бұған 8 берем. Мына жаққа бізде кім мынау? Фернандо Хейроны қойып қойыпты. Сосын Маринетес, бас бірдеме әйтеуір. Форлан, Хаби Алонсо соларды қойып қойған екен. Матч ойнайсың, 2 матч ойнайсың, айырбастауға болады. Пиолды қойып қойған екен, Каптавилланы қойып қойған екен. Сондай әдемі ойыншыларды қойған екен. Сіздер бағаларыңызды беріп кетіңіздер, мен өзім бағамды бердім. Енді пагымызға оралайық. 8-ін жинап қойған болатынбыз, 2 пак ашуға жетеді 3.000-нан. Мен біріншісі мынау пакты ашып жіберейік. Кім түседі екен бұдан? Нормальный игрок түссе болғаны. Басқа артықтым сұрамаймыз ғой, короче, бұлардан біз. Ал кет, бисмилля. Так, бізде бұл мәміну қандай әл, Сопник, Тоттенхэм. Ма, 103, нормально, 103, нормально. Хой, 103, 101-ден, 102-ден нормально. Айтпақшы, карнавал бітіп қалды, достар, білесіздер ме? Карнавал бітіп қалды. Енді қалған 5.000 пагына мен мынандайды ашсам екен деп тұрмын. 97-107 сатылатын игроктар. Бірақ бізге қазіргі таңда сатылатын игроктар қажет емес онша. Сондықтан андай пактарды аша берейік. 5.000-ға 2 рет ашып көреміз. 2 рет ашып көрейік. Ал кім түседі екен? Ал 2 рет ашқанда бір игрок түспесе. Нашар пак деген сөз ғой. Ал кеттік, бисмилля. Поланд, ана кімнің, Левандовскийдің ел емес па? Ма, достар, 199 дейді. Не деген нашар? Таза нашар игроктар түсті. Барлық самасветім құр кетті деуге келеді. Ла Лига келгеннен байланысты Маскероннан беріп жатыр. Сонымен қатар 150 самасвет. Так, давай составымызға қойып жіберейік. Біз кеше Марадонаны ұтып алған болатынбыз. Біздің составымыз Брахим Диас сапта. Бірақ ол Ла Лиганың игрогі болғанымен менің составыма қазіргі таңда қажет емес. 99-шы опшқа жеттік. Сопник мына жақта тұрмайды ғой. Сопник мынаның астында тұрмай ма? Қойып қойған үшін ба? Тұра берсін, жарайды, өздері білсін. Достар, осы видео өз сарты үшін жетті, сау болыңыздар.